Артқа шегінетін жол жоқ. Қолымызбен істегенді мойнымызбен көтеруіміз керек. Сен мені оңдырмайтын шығар деп ойлап едім. Сен ақымақтық істеген жоқсың. Солай болғанда дұрыс шығар. Ата-анамыз жанымызда болғанда сен де мен де ештеңе ойланбай жүре беретін едік. Ал қазір бәрі өзгерді. Енді не істейміз? Әке шешесі үйді қалай қайтарамыз? Ана қарыздан қалай құтыламыз? Өміріміз бұрынғыдай болмайтынын білем, бірақ бізде ең басты нәрсе бар. Білім бар, сен бар, мен бар. Не білеміз? Мен бизнесмен емеспін, суретшімін. Оның үстіне оқудан да шығарайын деп жатыр. Сен сурет саласың. Ол жоқтан бар жасай аласың деген сөз. Ал мен сәулетшімін. Оқуды бізге тастауға болмайды. Ол біздің ең басты нәрсе. Бірақ ол да оқудан шығарып жібергенге дейін ғана ғой. Азамат, апамызды құтқарамыз, үйімізді қайтарамыз. Әзірге білмеймін қалай қайтарамыз. Бірақ міндетті түрде қайтарамыз. Әркімге сене беруді қою керек. Оның рас. Есейетін уақыт келді. Бірге есейеміз. Сенде бәрі дұрыс па? Не жайлы сұрап тұрсың? Алдында жатақханаға келген қыз саған ұнайтын көрінеді. Иә. Ұнаған деген дұрысырақ болар. Бірақ бәрі біз ойлағандай болмайды екен ғой. Өмірде ешнәрсе жайдан жай болмайтын сияқты, ә? Бәлкім. Абайлы. Түнде қайда шықтың? Тазаға шықпасам болмайды. Оның үстіне қоқысты да тастаймын. Бүгін жұмыста ауыр болды. Сая, тоқтай тұрш. Мен сенен кешірім сұрағым келіп тұр. Араласпайтын жерге араластым. Кешірші мені. Маған ренжіп жүргеніңді білем. Бірақ мен саған жамандық ойламаймын ғой. Сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Бірақ Аружан, мені бақылаудан қажет жоқ. Сая, сенің қиналып жүргеніңді білем. Мен сенің дұшпаның емеспін. Маған бәрін айта берсең болады. Тағы бастадың ба? Қазір бір-бірімізге ренжитін уақыт емес. Бәріміз де қиналып жүрміз. Бірге болуымыз керек. Солай шығар. Қазір келем, я? Ақшасын қайтып алды ма? Әлде сен жайлы біліп қойды ма? Білмеген сияқты. Ол маған ғашық қой. 2-3 мың ақшасын қайтып алғысы да келген жоқ. Ол саған ұнап қалған жоқ қой. Байқа, ондалар жиі кездеспейді. Болды, енді қалжыңдап тұрмын ғой. Әлде сен менен бір нәрсе жасырып жүрсің бе? Мен? Бұның алдында әзілдерімді іліп әкетіп күлуші едің. Қазір не болды? Дастан, күнде тұтқында ойнамаймын ғой. Бүгін шаршадым мен. Бірақ сонда да күшті болды, е? Осылай жиі істеп тұру керек екен. Ол неме сен үшін 50 миллион тастады. 50 миллион? Ең бастысы, жомарт риза болатын болды. Басымыз бәле қалмаса болды, Дастан. Оның рас. Асықпай істеу керек. Жомарт қатты ашуланады. Сен Азаматтың басын айналдыра бер. Бір күн қаш кет жүрмейсің. Ол енді бізге қажет емес шығар деп ойлаймын. Сен ойланба. Сен менің айтқанымды істеп жүре бер. Ойлайтын мен. Қорықпа, ол ешқайда қашпайды. Ол маған ғашық. Ешкімге бөліспейтін жан сырымен менімен бөліседі.
Құрағыр деген сөз. Мысалы, Мысалы? Мысалы, Саяның әкесі шешесінің өзіне шөп салады. рас па? Түрімнен қарасын ондай емес қой. Қысқасы, өз көзімен көрдім. Бір әйелмен және жігітпен сөйлесіп отырды. Азамат ненің екенін түсіндіріп берді. Мынау Саяның әкесі деді. Саяның әкесінің көңілдесі бар деді. Қысқасы, бәрін жайып салды. Қызық екен. Олай болса, суперагент Майя сізге қажетіңіз болса, мен барып ұйықтайын. Қатты шаршадым. Түске дейін мен мазамдамашы. Бастаңғы азаматпен айырылысқандығы еді. Әлде айтпай қойайын. Өзіңе ұстап берешісті. Қазақстандағы ажырасудың жаңа статистикасы. Соңғы мәлімет бойынша ажырасу көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 4,6 жағдайға жеткен. Қазақстанда ажырасудың ең көп тараған себебі маскүнемдік пен нашақорлық. Екінші орында ерлі-зайыптылардың бірі зардап шегетін құмар ойындарға тәуелділік. Сондай-ақ, сауалнама нәтижесіне сәйкес респонденттердің 61% некенің бұзылуының басты себебі ретінде туыстарының ортаға түсуін айтады. Ойға шомып кетіпсің ғой. Не көріп отырсың? Ештеңе, жаңалық қой. Ажырасу жайлы ма? Өмір болған соң, ондай болып тұрады. Ауыстырайын. Алмас, мұнда не істеп жүрсің? Сені күтіп отырмын. Қоқыс тастауға шықпасам ше? Бәрібір баратын жерім жоқ. Неге баратын жерің жоқ? Не болды, Алмас? Үйге де кірде алмайым. Қазір отбасымыз қонақ күтетін жағдайда емес. Аружан, мен бәрін құрттым. Енді үйімде, көлігімде жоқ. Ертең үйдің жаңа иесі пәтерді босатсын дейді. Сенің ақшаңды да құрып тастадым. Үйіңді ойынға сап жібердің бе? Бірақ не істеу керегін білем. Бүгін бірде-бір желмеген сүйікті командам еді. Үйлену тойымен жөнде жұмысының ақшасын қайтарсам, маған дейін көмегім болсын. Көмегің болсын? Алмас, сен не деп тұрсың? Қайдағы қайтару? Саған басқа көмек керек. Ойын құмарлығыңнан құтқаратын көмек. Бәстігуге саған ақша бермеймін. Солай ма? Аружан, мен емес, сен ауырсың. Бәріне кінәлі анау Ербол. Соң кесірінен зауытқа ақша салып, ұрынып қалдым. Ербол? Зауыт, сен не айтып тұрсың, Алмас? Бірақ қазір сенімен сөйлесу мүмкін емес. Алдымен бәрін түсініп ал, сосын келерсің. Түсіндім. Сен менің тек ақша үшін ғана бірге бол. Солай ма? Ал ақшаңды. Бұдан бұлай келуші болма. Меруерт Әлімбаеваның үйін не үшін саттыңыз? Меруерттің ұлдары Ербол мен Азаматқа көмектесу үшін. Бәріміз ақылдасып, Азаматтың атына депозит ашайық деп шештік. Палатада ұстау қымбаттау жатыр. Депозиттен түскен ақша Меруерттің еміне, палатада жатқанына төленер еді. Мұндай шешім қабылдау заңмен шектелмеген шығар. Әсіресе жақындарыңа көмектесу үшін. Әлде ереже бұздық па? Жоқ, бұл айыпталушыдан жауап алу емес. Жай шарт бойынша солай. Жерлеуді, емнің ақшасын сіз төледіңіз бе, солай ма? Онда әпкеңізге көмектесуді не үшін жалғастырмадыңыз? Жалғастырар едім, бірақ әпкемнің ұлдары ер жетіп қалған жігіттер екенін ұмытпаңыз, тергеуші мырза. Солай деп солар шешкен болатын. Сізге қарыздар болғысы келмеген бе? Енді олардың орнында болса мен де сөйтер едім. Қолымнан келгенін бәрін істедім.
жерлеуіне көмектестім. Жан сақтау бөлімінде жатқан ақшасын да төледім. Қазір де көмегімді аямас едім. Бірақ әпкемнің балалары кәмелетке толған жандар. Ақшаңызды төлегенді растайтын құжаттарды көрсем бола ма? Әрине, құжатта көресіз, тіпті кеңсеміздегі бейне бақылау не жазғанын да көре аласыз. Кездескен күннің бәрі жазылған. Сөзіме сенбейтініңізді түсінемін. Әдетте бейне материалды өзіміз сұратамыз. Процессті созып қайтеміз. Менен де басқа жұмыстарыңыз жетіп жатыр. Жасыратыным жоқ. Тергеуші мырза, мен тек сіздің жұмысыңызды жеңілдеткім келеді. Өте жақсы. Олай болса бүгінгі сұрағымыз аяқталды. Көмектескеніңізге рахмет. Көмектескеніме қуаныштымын. Егер сұрақ болса, жауап беруге дайынмын. Сау болыңыз, жақсы. Құрған жерім осы шығар. Мұрат Нұрланұлы, сіз деп келуім. Ой, Ербол, сен енді бізге келмейтін шығар деп ойлап едім. Мен жобаның финалына қатысуға дайым. Біресе қатысам дейсін, біресе қатыспайым дейсін, біресе академ алам дейсін, біресе орынды басқа біреуге берем дейсін. Олай болмайды. Менде қажет нәрсенің барлығы бар. Үлгіні түзедім, аяғына дейін жеткіздім. Енді тұжырымдаманы дайындап жатырмын. Кафедраға барып, көрсетіп түсіндіруге дайынмын. Енді институт басқа жобаны таңдады. Сені күтіп жүретін уақытымыз болмады. Қалай? Бұл менің жобам ғой, қаншамай тер төктім. Енді институттың талабы сол. Бізге дедлайн өте маңызды. Ербол, енді келесі жылғы байқауға қатысасың. Жарайды, мен кетуім керек. Ай, Азамат, сәлем. Қосыласың ба? Жоқ, рахмет. Басқа да шаруаларым бар еді. Жарайды, өзің бол, бірақ ұзаққа жоғалып кетпе. Жақсы. Назерке, сен мен бұлай таңдау жасауға мәжбүрлеме. Мен бала шағамды ешқашан тастамай. Саған да сәлем. Сен мен білесің. Мен адал адаммын. Ұлымның бар екен білген соң да екеуіңді де қолдауға дайынмын. Бірақ сенің бұл қылығың тым шектен шығу. Менің жазғаным Гүлназымға ұнаған сияқты ғой. Тыңда, мен Әнуәрдің әкесі болудан бас тартпай. Бірақ бәрін Гүлназым айтуым керек. Әділ болған жақсы. Сейіт, кешірші мені. Кешір. Иә, білем, дұрыс істемедім. Бәрі задан емес. Мен жай ғана Ануардың тойына ақша бермей жалтырамай деп қорықтым. Кешірші. Уай атқан жүрші. Кешір. Бәрі сол үшін ғана болды. Сенің Ануардан бас тартпайтыныңды білгеннен кейін Саған жамандық істемеймін. Меруерт тәте, жан сырымды тыңдар ешкімім жоқ. Алмаспен қоштастым. Апам маған көңіл бөле алмай жатыр. Түсік тастады. Әкеме мүлдем бәрібір сияқты. Оның екінші отбасы бар. Бәрі қамсыз,
әрі бақытты кезге оралғым келеді. Тым болмаса бірнеше жыл бұрынғы уақытқа оралсам ғой. Қысқа уақытқа болса да. Бір сәтке болса да. Меруерт тәте, сіз маған қаншама рет дұрыс ақыл кеңес бердіңіз. Енді маған ақыл айтатын адам қалмады. Тезірек сауығып кетуіңізді тілеймін. Дәрменсіз күйдем. Алмаспен оны өзгертем деп ойладым. Ал ол болса, мені өзімен тек ақша үшін ғана жүр деп шешті. Бірақ олай емес қой. Оның ойын құмарлығымен қалай күресерімді білмей. Осында болсаңыз, дұрыс жолды көрсетіп, ақылыңызды айтар едіңіз. Жақсы көретін адамдар бір-бірін қолдау керек екенін білем, бірақ қалай? Мен не істеймін? Сәлем, апа. Көңіл күйің жақсы ма? О, дәмді не бар? Сен жақсы көретін палау астың? Жайнап жүрсің ғой. Не болды? Ануар, Ау. Сейт келді. Жоспарымыз іске асқан сияқты. Аздап театрлық өнер көрсетіп, кәрі ақмақты сендіріп алдым. Әр сөзіме иланды. Апа, не дедің? Ол сені бар жағынан қолдауға уәде берді. 25 жыл бұрынғыдай оны әлі де оңай алдап соғуға болады екен. Жақын арада мен біздің басты өтінішімізді айтам. Үйлену тойына саған пәтер сыйлаймын. Солай болса дұрыс болар еді. Көнеді деп ойлайсың ба? Пәтер жай сыйлық емес. Әкенің ұлына берген уәдесі, артынан қалдырған мұрасы деп сендіремін. Амал жоқтан көнеді. Көресің ғой. Ойлағанымыз болмай қалса, шындықты біліп қойса деп қорқам. Балам, сен бұл өмірде бар жақсылыққа лайықсың. Бұл дүние аяусыз, қатыгез. Сондықтан қауіпсіздік жағын ойлағаным үшін. Рахмет, апа. Саған сенемін. Аға, сізді ұятқа қалдырмайым. Берген мүмкіндігіңізге рахмет. Тағы да айтамын, тапсырма тізімінен бөлек негізгі пәндер бойынша қосымша реферат жазуың керек. Тек осылай ғана өзіңді ақтай аласың. Әрине, дайынмын аға. Ертең сағат 11-де кафедраға кел. Бірінші сабақтан соң саған тізімді беремін. Сізді жерге қаратпаймын аға. Жақсы. Неге екенін білмеймін, бірақ мұғалімдердің бәрі факультетте басқа ештеңе жоқтай, тек осы байқау туралы айта береді. Ерболдың жобасын Сәкенге бере салған. Қой, 3-ші курстағы Ербол ма? Факультет мақтанышы болған? Я, соныкі. Оның отбасында қайғылы жағдай болған. Қысқасы, ол қазір бұл істі атқара алмайды. Дегенмен, мен ойымша, бұл әділетсіздік сияқты. Неге? Біреудің басына бірдеңе түстіккен деп, институттағы өмірін тоқтап қалмайды ғой. Мен басқа нәрсе туралы айтып тұрмын. Сәкен Ерболдың орнын ғана тартып алған жоқ. Оның сызбасын, бүкіл еңбегін дайын күйінде ала салған әділетсіз. Асханаға барып қайтайық. Бұл дұрыс емес. Бірақ бұл ақпаратты дұрыс пайдалану қажет. Әйтпесе ашудан ешқандай пайда жоқ. Не үшін келдің? Ақша қайда? Алмас, ұрыспай жай сөйлесейікші. Чай?
жай сөйлесейікші дейсің бе сен маған? Сен кесірінен не үйімде, не көлігімде жоқ. Алмас, мен түк қатысым жоқ, бірақ қалай қайтарып алу жолын білем. Маған түсіндіруге мүмкіндік берші. Алдымен Аружанды менен тартып алғым келді. Сосын әдестендің ғой, Сен кесірінен мен бәрінен арылдым, Саған не керек тағы? Телефонымды ақтармағаны мұның бірі де болмайтын еді. Ал Аружанға келсек, бәріне өзің кінәлісің. Құмар ойыншыға ешкім шыдай алмайды. Бірақ мен Аружанды қайтарып алған жоқпын. Ол маған қарамайды да. Құмар ойыншы? Солай. Бірақ сен менен қай жерің артық? Қолынан түк келмейтін құрып өспейсің. Оның рас. Бірақ енді бәріміз ордан шығу жолын табуымыз керек. Бәріміз ордан шығуымыз керек. Жоспарын бар шығар тағы да. Айт. Сен емес бізді шығаратын. Сен бір сөзіне де сенбеймін. Сен ғой заңгер. Бірге әрекет етейік. Мен саған не үшін керек екенін түсінемін. Бірақ сен маған не үшін керексің? Енді кәрі маған жақындама. Аружан қалай қайтарып алу жолын білем. Білесің бе, Жомарт? Мен бұл жолы өзімді нағыз ойыншы сезіндім. Айтшы, ойлағаннан да асып түсті, Мен сені шақырған жоқпын. Ал қалай не болатын сен шешпейсің. Серіктестігіміз осымен аяқталды. Мен сені көміп тастамай, қорадан шығарып алғаныма қуан. Жоғал бар. Азаматтың ғашығын сатып алу үшін әкелгені осы. Үстіне өз қалтама қостым. Кешірім сұрағаным деп қабылда. Тағы не дейсің? Жүке, серіктесіңмен сәл де болсын жылы сөйлесші. Кафта. Дұрыс айтасың. Маған сенің көмегің керек. Сенің талантың таптырмас дарын. Сондықтан мен саған тағы бір тапсырма беруге дайынмын. Қазір ғана ойыма келді, мен жаңа бағыт ашып жатырмын. Соны басқаратын адамды әлі тағайындамадым. Сол бағытты саған сеніп тапсырамын. Жүке, сен қашан қайда екенін маған айтсаң болды. Мен барлығын тез бірден орындаймын. Жомарт, кешіріңіз. Сағат 19:00-де кездесуіміз бар. Клиент күтіп отыр. Көріп тұрғандай шаруа көп. Өте жақсы серіктесім. Көріскенше. Жақсы. Алмас, бірінші міндет арасына байланыс табу. Бұл жерде Маяның қатысы бар екені анық. Ол Азаматтың басын айналдырып, алда барып, бізге зауыт тұсынды. Нағыз оған қалай шынап қалды екен? Сен де Аружанға ұнадың ғой? Бол, қойдым. Азаматтың айтуына қарағанда, Маяның жанында балаклава киген біреу болған. Енді соны білу керек. Мына жаққа келген жоқ па? Жоқ. Камераларды қарауға болады ғой? Ештеңе етпейді. Маяға шықсақ, серігінде табамыз. Бірлесіп шешеміз. Бұл біздің ақиқатқа жету жолындағы алғашқы қадамымыз. Шеф, мен түсінбей тұрмын. Сіз жаңа ғана Дастанға қымбат тұратын ірі тапсырысты бердіңіз. Оны мұндай жобаларға мүлдем жолатпайтын едіңіз. Оған неге мұндай мүмкіндікті бердіңіз? Шеф, сіздің бір ауыз сөзіңіз жеткілікті еді ғой. Бұл жексұрынды мына кабинет түгілі тіпті холдағы турникетке де күзет жолатпас еді. Бұл үлкен жоспардың бір ғана бөлігі. Ақымақтарды ұзақ көндіру қажет жоқ. Олар тұзаққа өздері ақ түседі. Бар клиенттерді шақыр. Азаматты жоспарымызға араластырмасақ жақсы болар еді. Қазір ол ең жақын дәнекер болып тұр ғой. Сөйту керек. Бақталастар қалай ғана бас қоса қалған? Екеуің не деп сыбырласып тұрсыңдар? Мынау не? Азамат, қазір
бірікпесек болмайды. Барлығымыздың проблемамыз бар, бірақ оны жеке дара шешу мүмкін емес. Иә, ешкімде жағдай мәз емес. Әсіресе сенің, Ербол. Мен жобаны қорғамайтын болдым. Бұл мәселенің жартысы ғана. Сен әлі толықтай білмейді екенсің ғой. Қысқаша айтқанда, сенің жобаң Сәкенге бере салды. Сенің есептеуің, сызбаң, идеяң түгелімен Сәкенге берді. Сөзбе-сөз қорғайды. Қалай сонда? Оның жобасы жаңа үй емес, тура сенің жобаң. Олар сенің тер төгіп жасаған жобаңды ұрлап кетті. Жағдай осы. Мәселен рет-ретімен шешейік. Бір нәрседен бас тартуға тура келеді, бәрі бірден бола қоймайды. Тоқтай тұр. Егер әңгіме зияткерлік меншік туралы болса, бұл жерде де күресу керек болады, жігіттер. Толықтай келісем. Алдымен ең маңыздысын шешейік. Ал сен азамат. Сен бізге қазір шынымен де көмектесе аласың. Бізге қосыл. Дастан, сәлем. Мына түріңмен ешқайда бармайсың. Барда киіміңді ауыстыр. Неге? Көп сөйлемей айтқан істе бар ауыстыр деймін. Дастан, киімімді қысқа деп тұрсың ба? Жап жақсы киім, ауыстырмайым. Сен маған бәрібір деп ойлайсың ба? Қазір саған жігіттері қарап, әр нәрсе ойлауы мүмкін. Мен сені жігітің ретінде сенің абыройыңды ойлап тұрмын. Дастан, сенің әрбір қадамыңды қадағалағаның менің намысыма тиеді, ауыстырмайым. Саныңды жалтыратып шыққаның дұрыс па сонда? Мен саған жай ғана киіміңді ауыстыр дедім. Барда айтқан істе. Сен маған жай ғана айтып тұрған жоқсың, сен маған бұйырып тұрсың. Сая. Жібер. Қыз әкемді шақырам. Әкемді шақырам дейсің бе? Әке не істеп алады екен сонша? Сені қорғайды деп тұрсың ба? Әрине қорғайды. Өйткені ол менің әкем. Әрине. Сенің әкеңе жету қайда? Өйткені менің ол сияқты екі әйелім жоқ. Не дедің? Не естідің? Сол. Кел, тамақ дайын. Әкел сат берейін. Не болды? Бірдеңеге алаңдап жүрсің бе? Гүлназым, саған айтпасам болмайды. Бұлай үндемей жүре алмаймын. Сейіт қорқытпашы. Не болды, жасырмай айт. Мен бір қиын жағдайға тап болдым. Ақыр құрыққаным болды. Гүлназым, білмеймін, бәрі қабаттасып кетті өзі. Біз бірге болсақ, шешеміз деп ойлаймын. Осы уақытқа шейін бәрін бірге шешіп келдік қой. Сейіт, адамды қинамай не болғанын айтшы. Қанда? Әке, апа маған бар шындықты айтыңдар. Азамат, Азамат. Неткен ақымақ едің. Дастанға мұны білудің қажет жоқ. Жақсы, ертең саябақта жолығайық. 10 миллион. Әкемнің екінші отбасы бар деген рас па? Не деп тұрсың? Маған өтірік айтушы болмаңдар. Әке, екінші отбасың бар ма жоқ па?